аз уақытта әлем таныған Қазақстан елінің әлеуметтік экономикалық және қоғамдық саяси міндеттерін жүзеге асырып жүрген Қазақстан Республикасы мәслихаттарының 30 жылдығына арналған мерекелік салтанатқа қош келдіңіздер. Елдің кемел болашағына сарабдал сара жол салып, ұлттың әлемдегі келбетін, орнаны, беделін асыруда талмай еңбек етіп жүрген, ұлт таңдаған қалауларынан құралған Қазақстан Республикасы мәслихаттарының 30 жылдығы құтты болсын. Өткен 30 жыл ішінде мәслихат қызметі арқылы маңызды шешімдер қабылданып, ауданымыздың тұрақты дамуына үлкен қомақты үлес қосылды. Сіздердің ел игілігі жолындағы белсенді қызметтеріңіз бен жауапты шешімдеріңіз біздің өңірдің гүлденуіне тікелей әсер етіп, әр депутаттың адалдығы мен кәсібилігі аудан халқының сенімін ақтап, олардың әл-ауқатын арттыруға бағытталды. Бұл мерейлі белес мәслихаттың қызметіне ғана емес, оның құрамына болған барша азаматтардың ерен еңбегіне құрмет көрсетуге тамаша мүмкіндік. Ардақты әлеумет, қадірменді халық қалаулылары, алдағы уақытта да ауданның мәслихат өзінің тиімді қызметімен ел мүддесін қорғап, дамудың жаңа биіктерін бағындыра беретініне сенімдіміз. Өткен 30 жылдың ішінде ауданымызда бірқатар жұмыстар атқарылып, арнайы экономикалық аймақтар құрылып, көптеген инвестициялық жобалар іске асырылуда. Инфрақұрылымдық және әлеуметтік нысандардың құрылысы қарқынды жүріп, жаңа жұмыс орындары ашылып, өңіріміздің экономикалық әлеуеті артып, тұрғындардың өмір сүру деңгейі жақсарды. Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі, республикалық қоғамдық бірлестігі Жамбыл облыстық филиалының 2024 жылға 21 қазанындағы нөмірі 1 шешімімен Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың дамуы мен қалыптасуына қосып жүрген үлесі мен депутаттық өкілеттіктерді атқарудағы сіңіріп жүрген жемісті еңбегі үшін және Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығына орай Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Әбенов Жасұлан Әлкенұлы Шу аудандық мәслихаттың 7-ші, 8-ші және 9-ші шақырылымының депутаты. Әлеуметтік, экономикалық дамуына сіңірген еселі еңбектері үшін және Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығына байланысты Шу ауданына сіңірген еңбегі үшін төсбелгісімен марапатталады. Тоқтыбеков Мейрамбек Жабарұлы. Қызметов Аманжол Төкенұлы, 2-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты зейнеткер. Лыткин Владимир Дмитриевич. Рамазанов Нұрболатхан Омарханұлы, 5-ші, 6-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Ата-Түрік жеке кәсіпкерлік басшысы. Елеуов Бақытжан Мектепбайұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Рахымбаева Айнұр Қамшыбайқызы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу аудандық мәслихат аппаратының бас маманы. Рахматова Әсел Жомартқызы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Мақатаев атындағы Тірек орта мектебінің директорының оқусы жөніндегі орынбасары. Думанов Тұрар Мұхамбетханұлы. Разимбеков Нұржан Қалмаханұлы, 9-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, сауда сервисі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженері. Сұлтанғазиев Мақсат Есханұлы.
құтты болсын, көрермен залына өтулеріңізді сұраймыз. Құрмет грамотасымен марапатталады Исаев Қанат Сүлейменұлы, бірінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Жапабаев Қанат Қайратұлы, екінші, үшінші, төртінші, бесінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Екінші, үшінші, төртінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың хатшысы, зейнеткер. Османов Жұмахан Зәукетайұлы, үшінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы, зейнеткер. Тұрсынбай Нұрғалиұлы, төртінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, құрмет орденінің иегері, құрмет теміржолшысы, Шу ауданы және Жамбыл облысының құрметті азаматы, Шу торабы, Шу Мойынқұм аудандарының теміржолшылар ардагерлеріне Аудан әкімінің рахмет, мен бір жылдай кішкене сырқаттан келемедім. Келгеннен кейін ойлады ғой деймін бақша. Құрсы үлкен құрсын, сөзі де, тілі де ұрсын, шақырмай қойдым. Бірақ та күнге рахмет, бүгін шақырды, келдім, сыртыңнан бәрін біліп тұрмыз. Бірақ нәрсеңді білмеймін. Оны бірде бір айтам, қалған бәрін білемін. Ахметжан Абдуғалыұлы, төртінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Досымбаев Ерболат Әбдіжаппарұлы. Ибраимов Нұрахан Дүкбайұлы, бесінші, алтыншы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Әбішев Ерғали Айтжанұлы, бесінші, алтыншы, жетінші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Қарсы сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жамбыл облыстық филиалының Д-37 басшысы. Баяндық Қазатбай Рахманқұлұлы, 6-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Өмірәлиев Ержан Көріпбайұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Қақпанбаев Талғат Наттанұлы, 4-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты. Жүнсалиева Ләйла Мағамбетқызы, 8-ші, 9-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Оңбаев Батырхан Болатханұлы, 9-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Досымбаев Нұрболат Әбдіжаппарұлы, 5-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Сазаев Қайрат Оралбайұлы, 6-шы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Шу ауданының құрметті азаматы. Сүмірбаев Қанат Дөңбайұлы, 5-ші, 6-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Абдуманапов Сайбедин Нуридинұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Шу ауданының құрметті азаматы, зейнеткер. Қадырбеков Нұржан Амангелдіұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Жеке кәсіпкер. Жандабаева Ақмарал Тұрсынбайқызы, 7-ші, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Дулати атындағы орта мектебінің директоры. Мұсаева Тоғжан Тоқтарбайқызы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Номері 10-шы Шу колледжінің директоры. Сұлтанова Махаббат Төлегенқызы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Мақатаев атындағы Тірек орта мектебінің директоры. Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты. 3-ші, 4-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Құрмет орденінің иегері, құрметті теміржолшы, Шу ауданы және Жамбыл облысының құрметті азаматы, Шу Тораба, Шу Мойынқұм аудандарының теміржолшылар ардагерлер алқасының төрағасы, халық
Тұрсынбай Нұрғалиұлына беріледі. Бүгін рахмет айтқым келеді. Сіздерді мына 30 жылдыққа құттықтай отырып, мұнда ақсақалдар отыр, апайлар, жас жеткіншектер отыр. 30 жыл деген аз емес. Сондықтан сіздерге зор денсаулық болсын, жақсылық болсын, амандықта жолыққанша. Құттықтау сөз 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының құрметті депутаты, Сауда сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы Владимир Дмитриевич Лыткинге беріледі. Я хочу вас также поздравить с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего процветания нашему Казахстану. Ну а сегодня мы отмечаем 30 лет создания маслихатов Республики Казахстан. В свое время я удостоился чести с вашей поддержкой, вашими голосами 5 созванов подряд быть депутатом Чуйского районного маслихата. Это было 90-е годы, трудные. Вот здесь сидят мои бывшие коллеги-депутаты, с которыми мы формировали взаимодействие представительной органа власти с исполнительной, сформировалось сотрудничество, но время на месте не стоит. Сегодня уже на наше место избраны новые молодые депутаты. Я знаю и овладею информацией, эта команда принципиальная, компетентная. Они уже осознанно и компетентно отстаивают права и наказы своих избирателей. Поэтому, как ветеран маслихата, хочу пожелать им дальнейших успехов, ближе быть к людям, к народу. Сейчас век цифровизации, это очень просто. Интернет всех объединил. Поэтому счастья, здоровья, благополучия, с праздниками поздравляю и желаю всех благ. Спасибо. Аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы Өмірәлиев Ержан Көрпайұлына сөз кезегін береміз. Барлықтарыңызды мына елімізде болып жатқан өткендегі болып өткен тәуелсіздік күнімізбен құттықтаймын. Республикамыз болып бүгін маслихаттың 30 жылдық мерекесін атап өтіп отырмыз. Осы даталы күндермен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Осыдан 5 жыл бұрын тура осындай іс-шара өткен. Ол кезде маслихаттың 25 жылдығы болған. Онда да өстіп атап өтілген. Осында көріп отырмыз. Бірінші жылдықтан бастап депутат болған кісілерді ортаға шақырып бүгін марапаттап жатқанына сондай қуаныштымыз. Біз әрқашан осы шама шарққа келгенше халық сайлағаннан кейін осында келіп маслихаттың депутаты болып аудандық экономикалық дамуына үлес қосып, онда да көтеріп отқан халықтың сұраныстарын жеткізіп, соны шешімін іздеп тауып атсалысып жатқан депутаттарға көптен көп рахмет айтамыз. Енді барлықтарыңызға амандық тілейміз. Осындай маслихатымыз әрқашан әкімдікке жергілікті өкілетті орган болып әкімдіктерге өзінің қолғабысын жасап, ауданның дамуына өз үлестерін қоса беруіне тілектеспін. Сөз Шу аудандық мәслихат төрағасы Жасұлан Әлкенұлы Әбеновке беріледі. Құрметті Бақытжан Оразалыұлы, құрметті депутаттар, құрметті салтанатты жиынның қонақтары. Сіздерді Қазақстан Республикасының жергілікті органдары маслихаттарға 30 жыл толу мерекесімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан тәуелсіздігінің тарихы мен шежіресі, қол жеткен биігі, еркіндік аңсаған ұлы халық пен еліміздің биліктің ерлікке пара-пар еңбегінің жемісі, зор жеңісі. Осыған орай Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан жаңару мен жаңғыру жолы атты жолдауында ең басты құндылығымыз тәуелсіздігімізді сақтап, ұлттық бірегейлігіміздің негізін нығайтып, ұлттық
елімізді жаңғырту жолында ұйысуға тиіспіз. Біз болашақ ұрпақ алдындағы қасиетті борышымыз деп өткені баршаңызға белгілі. Тәуелсіздікпен бірге толысып, билік буынымен берік, ел жұртпен етене қызмет атқарып келе жатқан маслихаттарға биыл 30 жыл толып отыр. Әрине, бұл тарих үшін қас қағым сәт болуы мүмкін, бірақ өткен күндердің өлшемімен қарағанда осы уақыт аралығында халық игілігі үшін қыруар тірліктің атқарылғанын аңғару қиын емес. Тәуелсіздік жылдарында ауданымызда жарқын жобалар жүзеге асты. Бірқатар әлеуметтік нысандар бой көтеріп пайдалануға берілді. Елді мекендерге ауыз су, газ құбырлары тартылуда, жолдар жөнделіп, көшелер абаттандырылуда. Кәсіпкерліктің көкжиегі, жұмыссыздық деңгейі біршама төмендеді. Мұндай мысалдарды әр ауылдан кездестіруге болады. Міне осындай оңды істердің бәрінде аудандық маслихат депутаттарының да өзіндік қолтаңбасы жатыр. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, 1993 жылдың 10 желтоқсанында Қазақстан Республикасының жергілікті өкілетті және атқарушы органдар туралы заңы қабылданды. Осы заңда іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының президенті тиісті жарлыққа сәйкес егеменді еліміздің алғашқы парламентімен барлық деңгейдегі маслихат депутаттарының сайлауы 1994 жылдың 7 наурызында өткізілді. Нәтижесінде Шу аудандық маслихатына тиісті сайлау округтерден 19 депутат, Шу қалалық маслихатқа 17 депутат сайланды. Аудандық маслихаттың бірінші шақырылым ұйымдастыру сессиясында маслихат хатшысы болып, сол кездегі аудандық ауыл шаруашылығы басқармасының бастығының орынбасары Жапсарбай Доспанбетұлы Боқаев сайланды. Ал Шу қалалық маслихатының хатшысы лауазымына депутат Асхат Садуұлы Шәкіров сайланса, 1995 жылдың қазан айынан бастап қалалық маслихат хатшысы қызметін Қанат Қайратұлы Жапабаев атқарды. Әкімшілік аумақтық бөліністі қайта ұйымдастыру мақсатында мемлекет басшысының 1997 жылғы қабылдаған жарлығына сәйкес Шу қаласы аудандық маңызы бар қала мәртебесіне ие болып, ауданның бағыныстылығына берілді. Шу аудандық және қалалық маслихаттардың таратылуына байланысты осы жылы екінші шақырылған аудандық маслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтті. Өткізілген сайлаудың қорытындысы бойынша аудан аумағында құрылған 25 сайлау округінен көпшілік дауысқа ие болған бір депутаттан барлығы 25 депутат, ал аудандық маслихаттың хатшысы болып 24-ші Әуезов сайлау округінен сайланған депутат Қанат Қайратұлы Жапабаев сайланды. Ол сайлаушылар мен депутаттардың қолдауына ие болып, хатшылық қызметті 3-ші және 4-ші шақырылымда да атқарып, жалпы маслихаттың жұмысына басшылық жасады. Ал маслихаттың 5-ші шақырылымдағы Болатқұл Әбдәлімұлы Жақыпбаев маслихат хатшысы болса, осы және 6-ші шақырылымда маслихат хатшысы болып Бақтыбай Сабырұлы Саудабаев, 7-ші шақырылымда маслихат хатшысы лауазымына Ержан Көрікбайұлы Өмірәлиев сайланды. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңына енгізілген әрбір сайлау учаскесіндегі сайлаушылар санына қатысты өзгерістерге байланысты сайлау округтерін оңтайландыру мақсатында аудандық маслихат депутаттары сайланатын округтер 25-тен 16-ға дейін қысқартылып, 1999-2022 жылдардағы маслихаттың 3-ші, 8-ші шақырылымдарында ауданда белгіленген 16 сайлау округінен 16 депутат сайланды. Сайлау заңнамасына енгізілген өзгерістерге сәйкес 2023 жылға дейін жергілікті маслихатқа депутаттар тек партиялық тізімдер бойынша сайланып келсе, жоғарыда аталған заңға 2022 жылдың 5 қарашасында енгізілген өзгерістерге байланысты облыстық маслихат депутаттарының сайлауы аралас жүйе арқылы, ал аудандық қалалық маслихаттарға депутаттар тек қана бір мандаттық сайлау округі бойынша сайланатын болды. Егемендігіміздің алғашқы жылдарында мемлекетімізде орын алған осы бір кезеңде маңызды салалардағы тоқтап тұрған жұмыстарды жандандыру, бюджеттің әр тиын мақсатты жұмсап, керек жеріне жеткізу, оның орындалуын бақылау, жұмыссыздықты жою, жаңа бастамаларды қолдау сынды түрлі саяси, экономикалық, әлеуметтік маңызды жұмыстардың бел ортасынан әрдайым депутаттар табыла білді.
Жалпы айтқанда, бірінші 8-ші шақырылымдағы аудандық мәслихат депутаттары қолданыстағы заңдылықтар шеңберінде ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына, туындаған өзекті мәселелердің уақытылы шешімін табуына, өздерінің сайлауалды бағдарламалардың орындалуына барынша ықпал етті. Өткен 30 жыл ішінде халық қалаулысы ретінде сайлаушылар сенімінен шығып, өз өкілеттіктерін жүзеге асыруда қомақты еңбек сіңірген депутаттарымыз да баршылық. Осы орайда мәслихаттың 1-ші шақырылым хатшысы Боқаевтың, 4 шақырылымның депутаты, оның ішінде 3 шақырылымда мәслихат хатшысы болған Жапабаевтың, 6 шақырылымда депутат болған Лыткиннің, 3 шақырылымның депутаты тексеру комиссиясының төрағасы болған Байбағысовтың, 2 шақырылымның депутаты әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасы болған Сафаровтың, 2 шақырылым депутаты болған Алиевтің, мәслихаттың 2 шақырылым депутаты мәслихат аппаратының жетекшісі болған Бектияровтың, 5-ші және 6-ші шақырылымдардың депутаты тұрақты комиссияның төрағасы Ыбырайымовтың, 6-ші шақырылымның депутаты әлеуметтік сала жөніндегі тұрақты комиссиясының төрайымы Молдашеваның, 6-ші, 7-ші шақырылым депутаты тұрақты комиссияның төрағасы болған Тортаевтың, 5-ші, 6-ші шақырылым депутаты мәслихат хатшысы болған Саудабаевтың, 7-ші шақырылым депутаты мәслихат хатшысы болған Өмірәлиевтің, 5-ші, 6-ші, 7-ші шақырылымдардың депутаттары Әділхан Қасеновтың, Ерғали Әбішевтің, Серік Халиковтың және депутаттар Қайрат Сазаевтың, Талғат Қақпанбаевтың, Ақмарал Жандабаеваның еселі еңбектерін бүгінгі мерекелі жиында атап өткеніміз абзал. 2023 жылдың 19 наурызында өткізілген Қазақстан Республикасы барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының сайлауында Шу аудандық мәслихатқа 17 депутат сайланды. Оның 8-і Аманат партиясынан, 1-і Ауыл партиясынан, 4-і Ақжол партиясынан ұсынылса, ал 4-і өз-өзін ұсынылғандар. Ұлттық құрамы бойынша 17 депутаттың барлығы қазақ ұлтынан, 17 депутаттың барлығы жоғары білімді. 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың 1-ші ұйымдастыру сессиясында 3 тұрақты комиссия құрылып, олардың мүшелері сайланып, комиссия мүшелерінің арасынан тұрақты комиссиялардың төрайымы төрағалалы болып, мәслихат депутаттары Жүнсәлиева, мәслихат депутаты Сұлтанғазиев және мәслихат депутаты Нұржан Разымбеков сайланды. Еліміздің конституциясындағы мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық деп жазса, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңының 1-ші бабына сәйкес жергілікті орган, яғни мәслихат, облыстық республикалық маңызы бар қаланың және астананың немесе ауданның халық сайлайтын, халықтың еркін білдіретін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын және олардың жүзеге асырылуына бақылайтын сайланбалы орган. Бекітілген перспективалық жоспарға сай, мәслихат сессияларында ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты мәселелер қаралып отырылады. Өткен 2 жылда сараптайтын болсақ, аудандық мәслихаттың 31 сессиясы өткізіліп, бұл сессияда ұзын саны 169 шешім қабылданған. 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаттары тарапынан елді мекендердегі жеке және заңды тұлғаларды ағын сумен қамту мәселесін зерделеу кезінде де қордаланып шешімі табылмай отырған проблемалар анықталып, мәселені қараудың қорытындысы бойынша жоғары тұрған басшылыққа, Қазақстан Республикасы парламентіне, құзырлы органдарға тиісті хаттар жолданып, олардың орындалуы тұрақты бақылауға қойылды. Ауданның білім ошақтарында күрделі жөндеу жұмыстарында, атап айтқанда Шу қаласындағы Макаренко мектебінің жылу жүйесінің жаңғырту бойынша кемшіліктер мен олқылықтар анықталып, депутаттардың жедел түрде араласуының нәтижесінде орын алған кемшіліктер жойылып, мектеп ішінде жылу жүйелері толық жаңартылды. Сонымен қатар мәслихат депутаттары Төле би ауылындағы 300 орындық Әл-Фараби атындағы орта мектебі құрылысының, ауданаралық балаларды оңалту орталық құрылысының аяқталуына барынша ықпалын жасады. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына сіңірген еселі еңбектері мемлекеттік наградалармен аталып өткен депутаттарымызда баршылық. Біз оларды мақтан тұтамыз. Атап айтқанда, аудандық мәслихаттың 1-ші шақырылым депутаты мәслихат хатшысы Боқаев құрмет белгісі орденімен, 2-ші шақырылым депутаты Мықтыбеков құрмет орденімен,
3-ші шақырылым депутаты Тұрсынбай халық құрмет орденімен, 6-ші шақырылым депутаты Никон Ким құрмет орденімен, 4-ші шақырылым депутаты Ахметжан Қосақов Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағымен, 4-ші және 6-ші шақырылымдардың депутаты Айдар Мұхатаев ерен еңбегі үшін медалімен, 5-ші және 6-ші шақырылымдардың депутаты Ыбырайымов ерен еңбегі үшін медалімен, 7-ші шақырылған аудандық мәслихаттың депутаты мәслихат хатшысы Ержан Өмірәлиев Қазақстан Республикасының ерен еңбегі үшін медалімен наградталған. Сонымен қатар ауданның теміржол саласындағы көп жылғы жемісті еңбектері үшін депутаттар Тұрсынбай халық, Сүгірбаев, Қайрат Сазаев, Рамазанов, Серік Халиков құрметті теміржолшы атағының иегері атанды. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңының 6-шы бабының 1-ші тармағының 2-1 тармақшасына сәйкес аудан әкімінің ұсынысы бойынша Шу ауданының құрметті азаматын атағын беру аудандық мәслихаттың құзыретіне жатқызылған. Бүгінгі күнге дейін Шу ауданының құрметті азаматы атағын 200 азамат иеленді. Олардың арасында мұндай жоғары атаққа ие болған аудандық мәслихаттың бұрынғы шақырылымдарының депутаттары Боқаевтың, Қаратаевтың, Әлиевтің, Сапаровтың, Оспановтың, Молдабаевтың, Лыткиннің, Халықтың, Бектияровтың, Қосақовтың, Ақбаевтың, Досымбаевтың, Кимнің, Жиенбековтың, Тортаевтың, Сафаровтың, Есіркеновтың, Ыбырайымовтың, Баетовтың, Халиковтың, Сазаевтың, Қасеновтың, Өмірәлиевтің, Абдумановтың, Чекаевтың және 9-шы шақырылым депутаты Ләйла Жүнсәлиеваның есімдерін атап өткенде орынды деп есептеймін. Ал аудандық және облыстық мәслихаттың бірнеше шақырылымның депутаты болған Тұрсынбай Нұрғалиұлы халық Жамбыл облысының құрметті азамат атағының иегері болып отыр. Жалпы мәслихат депутаттары аудандағы өткізілгенде қайырымдылық акцияларына, ауданның қоғамдық жұмыстарына белсене араласады. Мәслихат депутаттары бұқаралық спортты дамыту мәселесіне де белсенді атсалысуда. Үстіміздегі жылдың мамыр айында мәслихаттың 30 жылдығына орай Жамбыл облыстық мәслихаттың ұйымдастыруымен мәслихат депутаттары мен мәслихат аппаратының қызметкерлері арасында облыстық спартакиада өткізілген. Шу аудандық мәслихат жарысқа спорттың 6 түрінен қатысып, бақтарын сынады. Нәтижесінде біздің аудан барлық 12 команданың ішінде 4-ші орынды командалық есепте иеленіп, ал спорттың жеке түрлері бойынша ерлер арасында арқан тартудан жүлделі 1-ші орынды, ерлер арасында волейболдан жүлделі 3-ші орынды, мәслихат депутаты Бекмурзина дойбыдан 3-ші орынды, мәслихат аппаратының бас маманы Рахымбаева үстел теннисінен 2-ші орынды, мәслихат аппаратының бас маманы Тәшімбетова үстел теннисінен 3-ші орынды иеленді. Міне жақында ғана үстіміздегі жылдың 13-14 желтоқсанда Қордай ауданында осы Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығына байланысты Қордай аудандық мәслихатының ұйымдастыруымен мәслихат депутаттары мен мәслихат аппарат қызметкерлерінің арасында волейбол, футбол, дарт спорттарынан облыстық 2-ші спартакиада өтті. Спартакиада қорытындысы бойынша Шу аудандық мәслихат депутаттарының командасы волейболдан 1-ші орын, футболдан 2-ші орын, мәслихат аппаратының бас маманы Айнұр Рахымбаева дарт спортынан 3-ші орынды иеленді. Барлық спорттардың нәтижесі бойынша Шу аудандық мәслихаттың депутаттары 12 команда қатысқан жарыстың ішінен командалық есепте 1-ші орынды иеленіп, облыстық спартакиаданың жеңімпазы атанды. Осы сәтті пайдалана отырып, барша депутаттық корпусты жеңістерімен сіздердің аттарыңыздан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті әріптестер және қадірлі қауым, мәслихаттар халықтың қалауын білдіретін жергілікті басқару және өзін-өзі басқарудың маңызды бөлігі. Ал депутат халық пен биліктің арасында жалғап тұратын алтын көпір. Олардың мақсаты халықтың мүддесін қорғау, үкілі үмітін ақтау, сенімнен шығу. Бұл әрине өте жауапты, сауапты міндет. Қорыта айтқанда, аудандық мәслихат, оның ішіндегі депутаттық корпус, қолданыстағы заңдылықтарды басшылыққа ала отырып, ауданды өркендетуге барынша ықпал жасай бермек. Билік тармақтарының алдында тұрған ең басты мақсат ол мемлекетімізді одан ары нығайту. Ендеше бірлігіміз бекем, тірлігіміз түзу болып, тәуелсіз еліміздің абыройы асқақтай берсін. Құрметті ағайын.
сөзінің соңында ауданның барша депутаттарын, барша жұртшылығын тағы да бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі, республикалық қоғамдық бірлестігі, Жамбыл облыстық филиалының 2024 жылғы 21 қазандағы нөмірі 1 шешімімен Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқарудың дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлесі мен депутаттық өкілеттіктерді атқарудағы сіңірген жемісті еңбектері үшін және Қазақстан Республикасы мәслихаттарының құрылғанына 30 жыл толуына орай Жамбыл облыстық мәслихаттың бұрынғы шақырылым депутаттары Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Мақтабеков Мейрамбек Жапарұлы. Сүйенбаева Дамира Қалиқызы, екінші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Сүйенбаев Нұрғалиұлы, 4-ші, 6-шы шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты, 3-ші, 4-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, құрмет орденінің иегері, құрметті теміржолшы. Молдабаев Қуат Отанұлы, 5-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты, Шу локомотив пайдалану депосы, Серік кәсіподақ ұйымының төрағасы. Сейсенғали Жылқыбекұлы, 5-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты, 4-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы. Осынбаев Ерболат Әбдіжаппарұлы, 5-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты. Гүлбарам Қайшыбекқызы, 6-шы, 7-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты, Жібек жолы мектеп лицейінің директоры. Апетаев Назымхан Әшімханұлы, 7-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты. Нұрбайқызы, 7-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы, Шу гуманитарлық колледжінің директоры. Құрметті марапатталушылар, сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын, көрермен залына өтілеріңізді сұраймыз. Марапатты жалғастырамыз. Закрияев Ильяс, 1-ші, 2-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. 1-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Қызметов Аманжол Төкенұлы, 2-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Қартайған, 2-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Досжанова Жанат Шаманқызы, 2-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Лыткин Владимир Дмитриевич, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының құрметті депутаты. Жапабаев Қанат Қайратұлы, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Османов Жұмахан Зәуретайұлы, 3-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы. Құрметті марапаттаушылар, сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз. Марапатымызды жалғастырамыз. Қосақов Ахметжан Ақбоқаұлы, 4-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты,
Шу ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Хан Нүкбайұлы, 5-6 шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Досымбаев Нұрболат Әбдіжаппарұлы, 5-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, зейнеткер. Шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Ататүрік жеке кәсіпкерлік басшысы. Сүгірбаев Қанат Дөңбайұлы, 5-ші, 6-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, құрметті теміржолшы, зейнеткер. Байетов Қазақбай Рахманғұлұлы, 6-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы, құрметті теміржолшы, зейнеткер. Гулиевич, 6-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Шу көпбейінді аудандық орталық ауруханасының травматология бөлімшесінің меңгерушісі. Құрметті марапатталушылар, сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын, көрермен залына өтілеріңізді сұраймыз. Ержан Көрікбайұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, мәслихат хатшысы, Шу ауданның құрметті азаматы, Шу аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Абдуманапов Сайфидин Нуриддинұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданының құрметті азаматы, зейнеткер. Шу локомотив жөндеу зауытының өндіріс жөніндегі директорының орынбасары. Елеу Бақытжан Мектепбайұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, жеке кәсіпкер. Қадырбеков Нұржан Амангелдіұлы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, жеке кәсіпкер. Жандабаева Ақмарал Тұрсынбайқызы, 7-ші, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Дулати атындағы орта мектептің директоры. 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу аудандық мәслихат аппаратының бас маманы. Ахматова Әсел Жомартқызы, 7-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Мақатаев атындағы Тірек орта мектебі директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары. Құрметті марапатталушылар, сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз. Марапат жалғастырамыз. Чекаев Жұмахан Төлеуұлы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Мұсаева Тоғжан Тоқтарбайқызы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың. Мажидов Буратин Мухатович, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, жеке кәсіпкер. Мадалиев Сағадар Нұрмағамбетұлы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, халыққа шаруа қожалығының жетекшісі. Дұрманов Тұрар Мұхаммедханұлы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Сұлтанова Махаббат Төлегенқызы, 8-ші шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Мақатаев атындағы орта мектебінің директоры. Құрметті марапатталушылар, сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз.
қатысушыларға қошеметтеріңіз. Марапаттарыңыз құтты болсын, көрермен залына өрлеріңізді сұраймыз. Нығаюына, сондай-ақ өнердің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан елеулі үлесі мен белсенді депутаттық қызметі үшін Қазақстан Республикасы парламенті сенатының құрмет грамотасымен және Қазақстан мәслихаттарының 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Бекмурзина Аида Рашидқызы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Жамбыл облысы білім және ғылым қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының алғыс хат. Қоғамды дамыту, азаматтардың мүдделерін қорғау және маңызды әлеуметтік жобаларды іске асыру жолындағы табысты еңбегі мен еліміздің экономикасына қосқан елеулі үлесі үшін Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің құрмет грамотасымен және Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Сұлтанғазиев Мақсат Лесханұлы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, тұрақты комиссияның төрағасы, Хақ медиа журналистік бюросының журналисі. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің алғыс хатымен және Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Оспанова Ұлжан Әбділдәқызы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Қонаев атындағы орта мектебінің директоры. Қазақстан мәслихаттары депутаттарының бірлестігі, Республикалық қоғамдық бірлестігінің Қазақстан Республикасының құрметті депутаты төс белгісімен және Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Ниязбеков Болатхан Кемелбайұлы 6-шы, 8-шы, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Аманат партиясы Шу аудандық филиалының төрағасы. Жамбыл облысының құрмет грамотасымен және Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен келесі мәслихат депутаттары марапатталады. Разибеков Нұржан Қалмаханұлы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, тұрақты комиссияның төрағасы, сауда сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженері. Қойшыбеков Қанат Амангелдіұлы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихат депутаты, сауда әлем жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Айтжанов Айтмұхамбет Саржанұлы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Саржан шаруа қожалығының басшысы. Абуов Ұлан Орынбекұлы 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты. Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл мерекелік медалімен марапатталады. Жүнсалиева Лейла Мұхамбетқызы 8-ші, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданның құрметті азаматы, тұрақты комиссияның төрайымы, Асия әлемі кешенінің құрылтайшы директоры.
Сапархан Болатханұлы, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, жеке кәсіпкер. Қойбағаров Ғани Бірлікұлы, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданы әкімдігі ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығының директоры. Шаймерден Мақсат Болатқұлы, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу қалалық жастар ресурстық орталығының директоры. Құрметті марапатталушылар, сіздерді естелік суретке түсуге ортаға шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Аманат партиясының марапатын тапсыру үшін сахна төріне Аманат партиясы Шу аудандық филиалының төрағасы Болатхан Кемелбайұлы Ниязбековті шақырамыз. Аманат партиясы Жамбыл облыстық филиалының құрмет грамотасымен келесі депутаттар марапатталады. Қойбағаров Ғани Бірлікұлы, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу ауданы әкімдігі ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығы директоры. Шаймерден Мақсат Болатқұлы, 9-шы шақырылған Шу аудандық мәслихаттың депутаты, Шу қалалық жастар ресурстық орталығының директоры. Марапаттарыңыз құтты болсын. Көрермен залда өтілеріңізді сұраймыз. Қазақстан Республикасы мәслихаттарының 30 жылдығына арналған мерекелік концерттен қабыл алыңыздар. Соларман бір жырғалсын, ән болып кеудемде қалған. Өмір шегі зырлайды, жүрек соны жырлайды, жастық шақта ойнап гүл баста өлең тұрмайды. Өмір солай зырлайды, жүрек тынбай тулайды, дөңгеленген дүние бір орнында тұрмайды.
ашылса да күнде былай басымыз қосылмайдай әнім солай қыздар-ай. Шашым келмейді қайыруға, не демейді қас дұшпан айыруға. Әнім солай қыздар-ай. Тиселесің қас дұшпан айыруға, балапандай шығады шайыруға. Әнім солай қыздар-ай. Аттар шығар ауылдан күтпегенімдей, қыздар шығар ауылдан дегенде әнім солай қыздар-ай. Осы жөтел кетсегер тамағыңнан, ауылың әлі жүзгенемін. Әнім солай қыздар-ай. Береке құтты болсын. Келесі тыңдайтындарыңыз өмірге ғашықпын орындайтын Сая Мұратқызы.
бір ұшқын ұштыма білмедім әйтеуір бір ұшқын әйтеуір